Дейзи мен Оли, бәлем құмар. Дейзи мен Оли, Бәрін танып білгісі келеді. Кеш батқанда неге қараңғы болар? Мысық қышқанды қуат, балмұздақ неге дәмді? Жауабын білгіміз келеді. Дейзи мен Оли, Бәлем құмар, Дейзи мен Оли, бәрін танып білгісі келеді. Дейзи мен Оли. Мысыққа мұрт не үшін керек? Оли, қағып ал. Қағып алдым. Енді саған лақтырам, Дейзи. Байқа, Борис, саған тиіп кете жаздады. Дейзи, Оли, құлпынай жейсіңдер ме? Алақай, мына құлпынайдың иісі мұрнымды жарып барад. Бір, екі, үш, төрт, бес. Мәс саған. Бірден бесеуін жесең асқазаның қорытпай қалуы мүмкін. Сондықтан қомағайланбай же. Қандай тәтті. Тәтті, дәмі тілі үйрет. Бір кездері менің құлағымнан құлпынай өсіп шыққан. Рас айтасыз ба? Иә, сода мен емхана жағалап кеттім. Сұмдық-ай. Ал дәрігерлер не айтты? Құлпынайды көп жегеннен деді. Әке, осы қалжыңды айта береді екенсіз. Сендер асықпай жесін дегенім ғой. Борис, көзіне қарамайсың ба? Борис, 1 литр сүтті төгіп жібердің ғой. Осының бәрі мына ұзын мұртының кесірі. Бұрын соңды Бористың мұрты осынша ұзын екенін байқамаппын. Соны айтам. Мен де Бористың мұртына онша мән бермеген екенмін. Әке, Ау қызым, тағы не сұрайын дедің? мысыққа мұрт не үшін керек? Дейзи, мен оның жауабын білем. Ал, білсең айта ғой. Қане? Себебі оларға мұрт күшті жарасады. Иә, жарасатыны рас, алайда мұрт басқаша қызмет атқарады деп ойлаймын. Мүмкін Уизи айтып беретін шығар. Уизи, мысықтарға мұрт не үшін керек? Пысықтарға егеу құйрық не үшін керек деген сұраққа жауап табылмады. Бұл сенің құлағыңда қайдан жүр? Жарайды. Тағы да сұрап көрелік. Уизи, мысықтарға мұрттың не керегі бар? Мысықтың мұрты оның миының ең қырағы хабаршысы. Оны қиюға не ұстауға болмайды. Мұрт өте маңызды рөл атқарады. Рахмет, Уизи, алайда сен сұрағымызға нақты жауап бере алмадың. Уизиден сұрағанша өздерің зерттеу жүргізіп көрсеңдерші. Жарайды. Кеттік. Борис, бер келші. Қандай жылдам? Бұдан да шапшаң екен. Борис бұдан озып кет алмайды. Мейлі, осы Борис ақ шапшаң бола берсінші. Әне, Оли, оның мұртын көріп тұрсың ба? Мұрты ұзын екен. Борис қайтып келіп сүт ішкісі келеме көрейік. Қай тесіктен өтер екен? Жарайсың, Борис. Үлкенірек тесікті таңдап өтті. Жарайсың. Екінші тесік әлде қайда кішірек. Борис оны қалай түсініп қойды екен? Қызық. Мәселен, мына таяқшаларды біздің мұртымыз делік. Енді біз мына тесіктен... Бұл бұның жауабын білет. Шынымен де? Бұл, мына мұрт арқылы сен дуалдың қай тесігінен өту керегін сезінуің керек. Мысық мұртының жалпы ұзындығы денесімен бірдей. Ол дегеніміз... Мұрты оның қай жерге сиіп, қайда симайтынын миға хабарлап отырады. Дәл солай. Мәселен, мысықтың мұртына ұқсас масканы киіп, эксперимент жасап көрейік. Қане, бәрін тағыңдаршы. Келістік пе?
мына туннелден өтіп көрейік. Қане бұл, сен мұнда сиясың. Алақай! Керемет! Кідіре тұрыңдар, мұнда біреу жоқ қой. Дейзи, Осында. Оли, Осында. бұл Мен осындамын. әкесі. Әке, сен қайдасың? Көмектесіңдерші, мен шыға алмай қалдым. О, уайымдамаңыз, әке. Қазір сізді құтқарып аламыз. Әке, мына туннель сіз үшін тым тар екен. Ұзынырақ мұрт тағып алуымыз керек еді. Неге? Кім? Қалай? Сансыз көп сұрақ қойылды. Қане жауап берейік. Мысықтарға мұрт не үшін керек? Әртүрлі бөгеттерден сақтау үшін. Мұрт сезімтал әрі өткір. Нәзік, ұзын келеді. Енді түсіндіңдер ғой. Әрине. Мұрт қорғаныс қызметін атқарады. Әр мысықтарға сондай жарасады. Дұрыс айтасың, Оли. Ал сендер түсіндіңдер ме? Жер бетінде мұртты жануарлардың саны өте көп. Мүмкін сендер де Дейзи мен Оли секілді осындай маска жасап аларсыңдар. Кездескенше. Фильм Қазақстан ұлттық телеарнасының тапсырысы бойынша Сәтті медиа студиясында аударылып дыбысталды. 2018 жыл.